Біліп жүремін каналына қош келдіңіз. Біліп жүремін каналына жазылыңыз. Себебі сіз жаңадан шыққан видеодан бірінші хабардар боласыз. Біз өкінішке орай телефонымызды ұрлатып жатамыз. Өкінішке орай телефонымызды жоғалтып жатамыз. Ондай жағдайда не істеу керек? Қандай шаралар пайдалану керек? Соған тоқталып кетеміз. Біріншіден сіз телефонды сатып алды делік. Одан кейін сіз міндетті түрде настройкаға кіріңіз. Міне, настройка кіргеннен кейін Android жүйесінде безопасность деген бар. Безопасностьқа кіресіз. Безопасностьқа кіргеннен кейін найти телефон удаленное управление деген бар. Удаленное управление сіз қосыңыз міндетті түрде. Сізге 3 вариант түрде тіркелуге болады. Facebook'тегі почтаңызбен, екіншісі жаңадан почта Gmail'мен тіркелуге болады, және өзіңіздің жаңадан почта ашып, сонымен тіркелуге болады. Әрине, көбімізде Facebook болғаннан кейін Facebook'пен тіркелуге болады. Өз еркіңіз, өз қалауыңыз. Мысалы, мен жаңадан почта, өз почтам hasan91@mail.ru мен тіркедім. Мінекей көріп отырсам, кіріп, қосуға болады. Сонымен сіз тіркелді делік. Содан кейін сіз жоғарда қосасыз, галочканы ығыстырып жібересіз. Одан кейін төменде GPS қосу деген галочка тұрады. Соған осындай белгіше қоямыз жазылса. Сонымен сіздің телефоныңыз қауіпті режимде болады. Ал мысалы айтып көрейік. Мысалы мен телефонды ұрлап кетті, жоғалтып алдым. Не істеу керек? Паника болмау керек. Жақын арада интернеті бар. Компьютерге жабысу керек, интернеті бар, телефонға жабысамын. Мінекей мысал ретінде найти телефон. Моделіңіз қандай? Alcatel, LG немесе Samsung. Менікі Samsung болғаннан кейін найти телефон Samsung деп жазамын. Ал сіз өз моделіңізді жазасыз. Себебі әр компания, әр өзінің фирмасы, өз сайты арналған. Карта арқылы табатын найти телефон Samsung деймін. Міне. Екіншісіне кірем. findmobile.samsung.com бірге де кіруге болады. Жалпы мынаған тез кіреміз. Одан кейін сонымен кіріп жатыр. Мен екі телефонда тіркелген аккаунтым Galaxy Tab'та мен өшіріп тастадым өз аккаунтымды, ал Galaxy S4-ді әлі өшірген жоқпын. Мысалы, ұрлап кетті мен телефонымды. Galaxy S4-ді көрейік, қазір тез табу керек. 1-2 сағаттың ішінде ол қайда жүр екен? Мінекей поиск устройства дейді. Совершить вызов на устройство десеңіз, ол өте қатты дыбыс шығады. Соншалықты жан-жақталары оған көз салады. Экстренный режиммен соғады. Блокировать экран дейді. Блокировать экран деген өзіңіз білесіз, кодқа саптайды. Разблокировать экран деген ол сіз бананы кодқа салғаннан кейін қайтып ашып аласыз. Удалить содержимое устройства деген сіз бүкіл данныйдың бәрін өшіресіз. Флешка, контакты, ішіндегі бүкіл программа бәрін түгел өшіресіз. Бірақ сақ болыңыз, сіз сол удалить содержимое устройствадан кейін телефоныңызды таба алмай қаласыз. Журналы вызов дейтін өте керек. Себебі сіз соңғы кімге соққанын көруге болады. Мысалы, көріп көрейік, журнал вызовқа кіріп көрейік, мен кімге соқтым соңғы күні. Мені запросить журнал. Кіріп көреміз қазір. Мені интернеттің жылдамдығына байланысты ол қазір іздеп жатыр. Сонымен көріп отырсыз, ұры қай жерде болмаса да, оның кімге телефон соққанын біліп алуға болады. Ол негізінде жалпы журнал керек емес, себебі оны біліп сіз сол телефонға соқсаңыз ұрланды десе, ол психологиялық ретінде ол телефонды лақтырып тастауы мүмкін, немесе қорыққаннан басқа бірдеме жасауы мүмкін. Сондықтан міне көріп отырсыз, міне көріп отырсыз, кімге соққаным, менің мынау кімге соққандарым. Сонымен артқа барам. Сонымен бізге ең басты поиск устройства деген керек, яғни картадан тауып алу. Міне, поиск устройствосын басамыз. Іздеп жатыр картадан GPS арқылы. Ол телефонды өшіріп тастаса да, бәрібір сіз таба аласыз. Мінекей іздеп жатыр. Міне осы жерде. Қазір мен дәл осы жердемін. Мен телефоным құдайға шүкір ұрланған жоқ. Спутник ретінде болады қарауға. Мінекей жақындатамыз. Міне дәл осы жердемін мен. Карта ретінде көруге болады. Қалада жүрсе, ол тіпті өте оңай іздеуге. Осы жерге жақындап келгеннен кейін артқа барасыз. Содан кейін барып, дәл осы жерге келгеннен кейін, шамалас келгеннен кейін совершить вызов на устройство десеңіз, дыбысы өте қатты естіледі. Сіз оны міндетті түрде естисіз.
содан кейін өз проблемаңызды шешесіз, полицияға бересіз бе, сөйлесесіз бе, ол өз еркіңіз. Не де болса сіз өз телефоныңызды таптыңыз. Ол ең бастысы бізге керегі. Достар, сіздер енді білесіздер қалай телефон ұрланған немесе жоғалған жағдайда қалай табу керек екенін. Сау болыңыздар, біліп жүремін каналына жазыңыз. Достар, соңғы уақыт біз лайкқа өте қуанатын болдық. Лайк бассаңыз алғысымыз шексіз болады. Сау болыңыздар, достар.